Асан қайғы мен перінің қызы. Асан қайғы еділ бойында жүріп, бір перінің қызына үйленеді. Қыз сөйлемейді, бірақ есті әйел болады. Асан әйелін ертіп, базар аралап жүргенде, әйелі 3 рет езу тартып күледі. Мұның сырын білмек болған Асан қайғы, неге күлдің? Айтшы деп әйелін қыстайды. Сонда әйелі: бірінші күлген себебім, базарда біреу той жасаймын деп 1000 теңге шығарып, ет, май, күріш, өрік, мейіз, неше түрлі тағам, жеміс сатып алды. Ал тұзға келгенде 1 теңгені қимай, қымбатсынып алмай кетті. Тұзсыз тамақ ас бола ма? Екінші күлгенім, біреу өріктің сүйегін тісімен жағып, дәнін алып жеп тұр екен. Тістің құны 1000 теңге, өріктің құны 1 теңге. 1000 теңгелік асылды 1 теңгелік жасыққа жұмсап тұрған ақымақтығына күлдім. Үшінші күлгенім, біреу бір етікке саудаласып, етігің 7 жылға шыдай ма деп сұрайды. Өз өмірінің неше күнге жететінімен ісі жоқ. Соның ақымақтығына күлдім дейді перінің қызы. Соны айтады да: мені уақытымнан бұрын сөйлеттің. Енді мен саған жоқпын деп жүріп кетеді. Асан асығыстық жасап, сол қыздан айырылып қалғанына қатты қайғырады.